Билік жаңағы халықтың біраз несиелерін кешіріп, және мына әлеуметтік мәселелерді шешіп, біраз жұмыс істелгеннен кейін барып, осы жыл өткенде бір жігіт жаңағы тағы да несие кешіреміз деп митингге шақырған кезде бір қанша өзі бір саусақпен санарлық $100 толмаса адам ғана шықты ғой. Басқалар нағып шықпады. Ол негізі алдында айғайлатқан болды. Ойбай 100 мың адамға қол қойғыздық, тапсырдық, қатты деп. Мен бірақ сол видео фотосын көрмедім жаңағы. Негізі 100 мың адам арыз жазған болса, қол қойған болса, ол қаншама қағаз бүйтіп жашық болып жиналып тұрып, тым соның бір суретін түсіру керек. Мен ондай факт көрмедім мысалы. Ол сөз бе деймін. Елді еліктіріп сөйтіп алып шығамын деп еді. Ешкім шыққан жоқ. Неге шықпады, Айеке? Неге шықпады? Міне Олжас, неге шықпады? Себебі біз екі үлкен мәселені ұмытып жатырмыз. Біріншіден, біз европалықтардан, ақштан артықшылығымыз бар. Шын мағынасында артықшылығымыз бар. Иә, олар технологияда артық шығар, ғылым мен білімде озық шығар. Бірақ біз адамды бағалауда, мәміледе, бір әлеуметтік байланыста олардың қолында жоқ тетіктердің есімізді. Бізде әлгі мына құданың құдасы, құнан қойдың сорпасы, жезде деген ол әкеңмен бірдей, көрші деген тәңір ақысы деген сияқты бірімізді бірімізге байлап қойған керемет нәзік жіптер бар. Біз мысалға осы дүниелер арқылы асарымыз бар, көңіліміз бар, топ жиярымыз бар, құдай тамағымыз бар, бір-бірімізге деген жанашырлық жылуымыз бар. Ол кешегі Мақтааралдағы су тасқыны кезінде де, Арыстағы жарылыс кезінде де қатты көрінді. Өзі қиналып отырған адамдардың әлеуметтік жауапкершілік сезініп, туыстық байланысын қозғап барып жатты. Біз осы дүниелерімізден айырылып жатқандықтан да, әлгі тізенің ортасындағы былқылдақ май кеткен кезде адамның тоқпаншылығы менен асықшылығы екеуі бір-біріне егеле бастайды, жаншыла бастайды. Әлгі сіңір кеткен кезде. Сол сияқты мемлекет пен халық, мемлекет мәселені шеше алмай, халық оған көнгісі келмей, бір ортада бір ұшқындар қазіргі уақытта біздің мазамызды алып жатыр. Яғни қай уақытта да батыстан біздің айырмашылығымыз осы халықтың көкейіндегісін биліктің жүйкесіне тимейтіндей әдемілеп жеткізетін тұлғалар болған, билер болған, ортада бір ақсақалдар болған. Ал енді олар да халықты сабырға шақырғанда полицей сияқты қатал жүзбен, немесе жаңағы кабинетте отырған чиновниктар секілді суық қабылдаумен емес, сүйек салғандай ғып отырып, биліктің қолынан келмей жатқан, сыртқы саясаттың талап араласып кетіп жатқан кейбір шарасыз халдерімізді халыққа әдемілеп түсіндіре алатын зиялы қауым болған. Біздің қазіргі кездегі кейбір рухани қақтығыстарымыз, мемлекеттегі мазасыз кеткен елдің психологиялық ахуалы осы ортадағы тұлғалардың жоқтығынан, кешегі кеңестік кезең бізге бір тұлға тәрбиелеп бере алмағандығынан, кешегі кеңестік кезең бізге ұлттың қамын, биліктің табиғаты менен халықтың ықылас пейілін ұштастыра алатын зиялы қауымның болмағандығынан да болып жатыр. Ол бар. Және азғанда бар, мүлдем жоқ емес. Сондай тұлғалар бар, бірақ оларды тыңдамай жатыр ғой. Жоқ, тыңдата алмай жатырған болуы мүмкін. Неге? Сіз мысалға жаңа заңды қағазыңызды жаздыңыз. Сіз праймеризге қатыстыңыз. Сіз белгілі бір телеарнада өзіңіздің орныңыз бар, тұғырыңыз бар, қызметіңіз бар. Қазір мысалға мынандай адамдар бар. Басшысымен тіл табыса-алмай қалады да, оны бір жылаңқылық деп есептемейді, басқа адамдарға қажет болмаса да сол проблеманы міне қалып шығады. Ол оның тұлғасының әлсіздігінен болып жатқан ғана проблема. Абай атамыз айтқандай, ортаға ғылымыңмен, біліміңмен сыймайсың, мінезіңмен сиясың дейді. Ол өзінің мінезінен көрмейді, керісінше не болып жатыр? Мына жақта менің басшым әділетсіз болды деп, бүкіл елді кінәлап, өзінің бір ұсақтығын ұлтқа алып шығып жатыр мысалға. Сондықтан мен бұл жерде екінші бір нәрсені айтқым келеді. Бұл қазақтың табиғатында мәселені шешудің оригиналды өзіндік бір төл тума тәсілдері бар. Ол қандай? Мысалы үшін бізде қонақ кеткеннен кейін, шайдан кейін шай ішу деген бар. Бір қонақтан кейін өзіміз отырып шай ішейік дейміз, Қазақ оған, енің сау ма, жаңа ғана қонақпен шай іштік, ендігі шайың не деп айтпайды. Бір-бірімізді үнсіз түсінеміз, отырып, ол деген не деген сөз? Жаңа қонақпен болған әңгіменің әсерін бөлісейік. Сөйтіп бір-бірімізді қимай отырған мына бір қымбат сәттеріміз ұзағырақ созылсыншы деген дүние болатын.
Енді өкінішке орай тура осы бір-бірімізді қимайтын, әсерден әсер туғызғымыз келетін қасиетті біз площадьқа, алаңға шеруге алып шықтық дейікші. Шеру сізге 2-ден 6-ға дейін рұқсат берді. 2-ден 6-ға дейін плакатыңды ұстайсың, айтатын сөзіңді айтасың. Сағат 6 болды. Айтыңыз, қазақ қайта ма? Қазақ қайтпайды. Шайдан кейін шай ішіп, қонақтан кейін өзіміз отырайық деген қазақ тағы бір талапты қойып жіберейік та, ақыры кеп қалдық, мен айтамай жүрген бір мәселем бар еді деп, бағанағы заңды қағазға жазып берген талап емес. Әлі толық піспеген, әлі өзінің ойында дүдәмал болып тұрған нәрсесін додаға салып жібереді ғой. Өйткені біз ақ жүрек, көшпенді елдің тұқымы, былайша айтқан кезде кең пейіл, ойындағысы аузында тұратын халықпыз. Біз ақ жүрек, жүрегіміздегін ақтарып сап тұратын халықпыз. Сонау мұхиттың ар жағындағы ақш пенен қазақтың менталитеті түгілі, мына Атыраудың қазағы мен Шымкенттің қазағы кейде менталитетте бір-біріменен салыстырамай қаласың. Мысалға Атыраудың қазағы ойындағысын сен бетің айтасап қарап тұру мүмкін, оны достық деп. Ал енді мүмкін Шымкенттің қазағы 1 минутта айтатын әңгімені 5 минут айналдырып, саған тиіп кетпесін деп төңірегіңді айландырып тұруы мүмкін бүйтіп әңгіме қылып. Өйткені саудаға жақындық, Ташкентке жақындық бәрібір өзінің әсерін береді. Сол сияқты енді сөзді қорыта келген кезде айтарым, жалпы заң тұрғысынан, ата заң тұрғысынан, демократия талабы тұрғысынан рұқсат болғанмен бір шеру митингі деген бір қазақтың қолы емес секілді екен. Енді білмеймін, бұрын қазақтың 5000 жылдық тарихы бар ғой? Иә. Томиристің алдында шеру ұйымдастырғанды көрмеппін. Анау Хақназардың, Есімханның, Абылай ханның, тіпті бертінгі Кенесарының, соңғы ханымыз алдында митинг ұйымдастырған халықты көрмеппін. Бәрі келіссөзбен біткен ғой? Келіссөзбен. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store, Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.